Сәлем достар, сіздермен бірге НККZ. Бүгін мен сіздерге Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Петропавл, Талдықорған, Орал, Шымкент қаласының автодромының схемасын көрсететін боламын. Бірінші тапсырмада поворотникті солға жағып, стоп сызығынан өткеннен кейін поворотникті өсіріп тастаймыз. Пешеходтан өтіп кетеміз тоқтамай. Подъемның үстінде 3 секундтан ұзақ уақыт тұрып, көлікті артқа қозғалтпай қозғалысты бастап кетеміз. Келесі тапсырма 90 градусқа бұрылу, 2 минуттың ішінде линияны баспай бұл тапсырманы орындап шығу керек. Бағдаршам жасыл жанып тұрса өтіп кетеміз, егер қызыл болса тоқтаймыз. Келесі тапсырма бізде змейка, бұл тапсырманы алып тастауды, біздер тек бордюрға мінбей бұл тапсырманы орындап шығу керекпіз. Сары жанып тұрған кезде асықпаңыздар, қызыл жанып қалуы мүмкін. Стоп сызығын басып қалмай, стоп сызығының дәл алдына тоқтау керексіз. Егер стоп сызыққа 1 метр жетпей тоқтап қалсаңыз, штраф аласыз. Келесі тапсырма артқы жүріспен тұраққа қою. Бұл тапсырманы 2 минуттың ішінде орындап шығу керексіз. 2 минуттың ішінде орындай алмасаңыз 15 балл аласыз. Автодромның ішінде барлық повороттарда поворотник жағып жүру керексіз. Және линияларды басып алмай, жылдамдықты 20-дан асыруға тыйым салынады. Темір жолдан өтетін кезде де стоп сызығының дәл алдына тоқтайсыз, 3 секунд тұрып қозғалысыңызды жалғастырасыз. Бұл жердегі разгонды алып тастады, 20-мен қозғалу керексіз, 20-дан төмен. Дәл қазір бізде аварийный остановка болды. Олардың барлығын толықтай арнада айтатын боламын. Қатарласып тұраққа қою тапсырмасын орындаймыз. 2 минуттың ішінде бұл тапсырманы орындап шығып кету керексіз. Оңға бұрыларда пешеходты өткізіп, поворотникті оңға жағып тапсырманы аяқтаймыз.